Өз көзімізбен көріп, ата, апа деп еркелей алмасақ та, есімізді білгелі, әкем бізге атам мен апамның қандай жақсы, айналасына сыйлы, көмегі тимесе ешкімге зияны тимеген ақ көңіл адамдар болғаны жайлы айтып келеді. Бүгін сіздерге Тілеуғазы Кәрімханұлының «Туған жерге тағзым» атты кітабынан менің атам жайлы жазылған естелігімен бөліскім келіп отыр. Менің бала кезімде әкем Кәрімхан, анам тәрбие, Қаске қыстауында мал бағып отырды. Біздің үймен көрші Шедеухан аға мен Рахат апайлар болды. Шедеухан аға ақ көңіл, әңгімешіл, үлкенмен де, кішімен де тең құрбысындай сөйлесетін жаны жайсаң жан еді. Бүкіл ауыл ол кісіні Шөдаға деп атаушы едік. Балалармен сөйлескенде Қалымқанды Қалкен, Сәлімханды Сәлкен, мені Төкен деп атаушы еді марқұм. Ол кісінің ақ көңілдігімен қоса атқан оғы мүлт кетпес мергендік өнері де керемет болатын. Көздеп ату екінің бірінің қолынан келер, ал қол мерген болу елуде біреу болатыны анық. Шөдағамның осы өнері жайлы өзім куә болған бір оқиғаны баяндап берейін. Бір күні кешкісін қатты боран соқты. Ат құлағы көрінбейтін аласұрған боран түнімен соғып таңата басыла қалды. Шөдағам ерте тұрып маған: «Төкен, балам, түнгі боранда әлгі байғұстар ықтап етекке түскен шығар. Атыңды ерттеп мініп шық, шаған жақта қарап шығайық» деді. Мен де лезде дайын болдым. Ол кісі қоңыраңды, елік, арқарды байғұстар деп сөйлейтін. Шөдағам да қолына мылтығын алып ақтабан торы атына мініп шыға қалды. Атты да жақсы баптап мінуші еді. Торы аты әрқашанда бабында болатын. Екеуіміз шаған сайын құлдап ақырын келе жатырмыз. Жан жағымызға жіті қараймыз. Ол кезде мылтық ұстауға, аң атуға ешқандай шектеу қойылмаған кез болатын. Шаған сайының Бөлекбай өзеніне таяған жері тар қысаң шатқал. Екі жағы қия жартасты бетке еді. Шатқалдың кіре берісінде бір түп алып қарағаш өсіп тұратын. Сол жерден бастау ағатын. Қыста су қатып мұз болатын. Бір жағы қорымтас, бір жағы жалтыр мұз. Атпен байқап өтпесе тайып жығылады. Тура сол мұзға келгенде Шөдағаң алда келе жатқан. Мылтығы оқтаулы, қолында. Торы ат мұздан тайып бір жағына жамбастай жығылды. Тура сол кезде біздің дүбірімізден қалың өскен ырғай ұшқаттың арасынан үш арқар атып шығып, қарсыдағы жартастың үстіне шығып тұра қалды. Қасқағым сәтте Шөдағаңның мылтығы тарс етті. Бір саулық арқар тастан бізге қарай құлап түсті де, екеуі екінші тасқа секіріп шығып тұра қалды. Бірақ Шөдағам екінші рет атпады. «Аға, аналар іркілді ғой, екінші рет неге атпадыңыз?» дедім. «Төкен, бұл қоңыраңды албаты қыра беруге болмайды. Аңның да киесі мен иесі болады. Киесіне ұшырама, бұйырса біреуде жетеді, қанағат болу керек» деп ақылын айтып еді. Мен де тыныш тұрмай: «Аға, сіз көздемей кезеп ата салдыңыз ғой. Бұл қалай, байқаусызда тиіп кеткен жоқ па?» дедім жымиып. Шөдағам күліп: «Болса болған шығар, көңіліңде күмән қалмасын. 50 қадам жерге сіріңкеңнің қорабын тігіп кел, атып көрейік» деді. Мен адымдап аттап 50 қадам жерге сіріңкенің қорабын тігіп келдім. Шөдағам маған мылтықты беріп: «Ал, атып көр» деді. Мен тасқа сүйеніп тұрып көздеп атып қалдым. Амал не, мүлт кеттім. Мылтықты Шөдағам алды да оқтап, көтере беріп көздемей басып қалды. Сіріңке қорабы ұшып кетті. Содан барып, ол кісінің мергендігіне көзім жетті. Сол асыл ағамыз бен аяулы апайымыз өмірге 11 бала әкеліп өсіріп жеткізді. Екеуі де 50-ге толмай өмірден өтіп кетті. Артында бала шағасы, немерелері қалды. Үлкен қызы Марияхан көп балалы ана, алтын алқа иегері. Үлкен ұлы Сәлей Жаңауылдағы Қаннәби мешітінің имамы. Басқа балалары да үйлі баранды, барлығы да Алматы қаласында тұрады. Асыл ағамыз бен аяулы апайымыздың жандары жәннатта, топырақтары торқа болсын дей отырып, бір ауыз өлеңмен естелігімді аяқтаймын. Тағыда дәтке қуат жаратқанға, сұма жал алды артына қаратқан ба, оңалар орнында бар деген бар ғой, қалғанға ғұмыр берсін таң атқанда.